Соңғы сөз, соңғы сурет. Кезекті рет қамауға алынып, жер аударылғаннан кейін 1937 жылы 8 қазанда қайтадан тұтқындалып, бірнеше айға созылған тергеуден кейін 1937 жылы 8 желтоқсанда ату жазасына кесілді. Сотталушы тергеу судьясының сұрақтарына былай деп жауап берді. Менің арманым қазақ халқының байлығы мен мәдениетін барынша арттыру. Бұл асқақ ниет пен мақсат енді ғана дами бастады. Мен ешқашанда өз мүддем үшін емес, елімнің, ұлтымның болашағы үшін жұмыс істедім. Ардақты Ахмет әкеміздің және оның ұлт азаттық қозғалысы жолында бірге шәһит кеткен күрескер жолдастарының рухына фатиха. Алла баршасына рахымын алсын. Жазба авторы Елдос Тоқтарбай. Дыбыстаған Аспандияр Нұрмұхаммед.